Сәлем достар. Сендермен бірге бұл мен достар қалайсыздар? Яғни алдыңғы достар бізде достар, яғни итальяндық мемдарды айтқан видеомыз достар 700 просмотр жинап қалыпты және мен сол видеоны көріп қуандым. Яғни 700 просмотр жинағанына және мен дейтін тез екінші сериясын түсіруге достар қазір ұмтылып жатырмын. Яғни енді осы достар сіз көріп тұрғандарыңыз итальяндық мемдар екінші бөлім достар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Тағы да лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Және бұл видеоны бірінші бөлімнен де одан да көп жинап тастайын. Ал мен неше түрлі видеоларды тағы да түсіре беретін боламын. Және өздеріңіз жазып кетіңіздер достар комментарийға, яғни қандай видео түсірейін, соны комментарийға жазып кетуіңізді сұраймын. Ал кеттік. Қазіргі уақытта бұндай мемдар әлі де интернет желісін жаулап келе жатыр және бұлар шаны шексіз. Осыны тыңдап өскен бала өзіне психологиялық травма алады, яғни қорқынышпен өмір сүреді. Қазіргі уақытта интернет желісінде осындай итальяндық мемдар туралы неше түрлі видеоларды көруге болады. Мұндай итальяндық мемдар ойындарды да жаулап жатыр, яғни Minecraft, Roblox, Fortnite тағы да басқа. Достар, біз алдыңғы видеода итальяндық мемдардың аудармасын айтқан болатынбыз. Ал сіздерге тағы да бір мәліметтер айтайын. Айтқанымдай достар, бұлар интернетті қатты жаулап жатыр, видео ойындармен және интернет желісін. Ал мына бір мем Алланы жануарға теңеген болатын. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай аздаған уақыттың ішінде осындай өте көп видеолар интернет желісінде тарап кеткен. Және бұларды тоқтату өте қиын достар. Қалай ойлайсыздар, бұлар жақсы ма әлде жаман ба? Бірақ та осы жақында оның создателі ұсталып, оны түрмеге қамаған және ол ауру болып шықты. Достар, осындай затқа босқа уақытыңызды алмаңыз. Одан да интернетті жақсы жағынан пайдаланып, өзіңіздің біліміңізді артыңыз. Яғни көріңіз, ақша табуды үйреніңіз, яғни тағы да басқа нәрселердің интернеттен жақсы жағынан пайдаланыңыз. Достар, осымен бізде видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Яғни айтқанымдай интернетті жақсы жағынан пайдаланып үйреніңіз. Яғни ақша табыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз бұл жаңалықтар туралы. Босқа уақытын интернетке жұмсамасын. Ал сіздермен болған мен Мади YouTube. Қош, сау болыңыздар.